Баршаңызға сәлем менің YouTube көрермендерім. Бүгін сіздермен бірге қазақтың ұмытылып бара жатқан ұлттық тағамдарының бірі балықтан жасалған қарма тағамын дайындаймыз. Білесіздер, балық омега-3 дәруменіне өте бай, тіпті дәрігерлердің өзі де аптасына бір рет балық жемесеңіз, ең болмаса омега-3 дәруменін күн сайын қабылдауға кеңес беріп жатады. Балықтан қарма дайындау үшін ең алдымен балықты дұрыс таңдауымыз керек. Қармаға арналған балықтың сүйегі майда, қылқанды болмауы керек. Біз қарма тағамын арнайы лаха, яғни мұртты балығымен дайындаймыз. Лаха балығы көбінесе қылқансыз болады. Сүйектері ірі әрі алуға оңай болғандықтан осы балықпен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен таза ауыз суынан балық батып тұратындай көлемде су құйып алып, газға қойып суды қайнатамыз. Және дәміне қарай тұз салу керек. Суымыз қайнаған кезде бірден балықты салып, балық піскенше қайнатамыз. Балық тез пісетін болғандықтан 30-40 минут қайнатуға болады. Бізде балық ерімеген күйде салып жібердік. Негізі балықты ертіп барып салған дұрыс. Шамамен 1-1,5 сағаттай қайнатқан болатынбыз. Дәміне қарай тұз салып, жай отта піскенше қайнатамыз. Қармаға арналған қамырдың құрамы кәдімгі бешбармақтың қамыры сияқты иілеп, бешбармаққа жайылатын қамыр сияқты жайып аламыз. Қамырымызды үлкен көлемде жайып алған соң, майдалап осылай 4 бұрыштап тураймыз. Балығымыз піскеннен кейін оны судан алып, сорпасын тағы бір қатты отта қайнатамыз. Қамыр салуға дайындаймыз. Піскен балығымыздың қылқаншаларын, ірі сүйектері мен қабырғаларын қолымызбен суырып алып тастаймыз. Алдын ала пиязымызды турап дайындап аламыз. Пиязды майдалап тураса да болады, немесе осылай 4-ке бөлсе де болады. Суымыз қатты қайнаған кезде жаңағы тураған қамырымызды саламыз. Қамыр жартылай піскенше қайнатып, үстіне пиязды салып, екеуін бірге қайнатамыз. Қамыр жабысып қалмас үшін қайта-қайта оны араластырып отыру керек. Соңында жаңағы балықты қамырмен араластырып, бір қайнатып аламыз. Және тағамның толық піскенін білу үшін тәрелкеге аздап салып алып дәмін көреміз. Егер қамыр қатты болса, піспеген деген сөз. Тағамның піскеніне көз жеткізген соң, осылай сорпасын сүзіп аламыз. Газдың отын баяулатып қоямыз. Сорпаны толығымен сүзіп алу қажет. Кейін оның сорпасын қарма тағамын жеп отырып ішсек болады. Тура еттің сорпасын ет жеп отырып ішеміз ғой, сол сияқты бұл тағамды да солай жеуге, сорпасын бірге ішуге болады. Сорпасын толығымен алып тастағаннан кейін баяу отта жақсылап біріктіріп араластырып аламыз және тағамды тәрелкеге салып ұсынуға дайындаймыз. Ұмытылып бара жатқан қарма тағамы деген осы. Бұл тағамды көбінесе теңізді жерлерде тұратын қазақтар дайындайды. Менің нағашы жұртым бұрын Арал теңізіне жақын тұрған. Қазір Астанада болсақ та ауылдан балық алдырып, осы тағамды әлі күнге дейін жасайды. Және бұл тағам маған да қатты ұнайды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Жасау барысында баршаңызға сәттілік тілеймін.